Hello everyone! Бүгінгі сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен 84 және 85-ші беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Exercise 1. Listen and read. Бірінші тапсырмада тыңда және оқы деп тұр. A fun day. Көңілді күн. Бұл жерде бізде мәтін берілген, осы мәтінді оқып, аударып шығатын боламыз. Біріншісінен бастап қараймыз. Wow! This town is so cool! Бұл жерде бізде wow, мына қала өте керемет деп тұр, иә? Келесі, there is a fire station next to the bakers. Наубайханадан кейін ол жерде от аялдамасы бар деп тұр. Келесі, is there a greengrocers too? Ана жақта көкөністер дүкені де бар ма? Yes, it's between the post office and the hospital. Ол дегеніміз көкөністер дүкені, көкөністер дүкені ол біздің аурухана мен поштаның ортасында орналасқан деп тұр, иә? What a cute farm, қандай әдемі, тәтті ферма деп тұр. Oh, I love this town. Мен бұл қаланы жақсы көремін. Can we go to the sweet shop, mom? Мама, біз неге тәттілер дүкеніне бара аламыз ба, тәтті дүкеніне бара аламыз ба деп тұр. Барсақ болады ма, иә? Oh, yes, good idea. Әрине, керемет ой деп тұр. Әрі қарай енді не істейді? Not now, I got a surprise for you. Қазір емес. Менің сендерге арнаған сюрпризім бар деп тұр, иә? Surprise? Сюрприз бе? Жоқ, бұл жерде сюрприз бе деп тұрған жоқ, сюрприз деп тұрған сияқты, иә? Сыйлығын ұсынып. Wow, that's amazing. Wow, бұл керемет деп тұр. Әрі қарай. Get in everyone. It's time to go. Қанеке, кеттік, бәріміз мінейік деп жатыр. Come on, Cody. Cody, кәні, жүр кеттік деп тұр. Enjoy your ride. Жақсы уақыт өткізіңдер. Thanks, grandma. Рахмет, әже деп тұр. Әрі қарай, exercise 2. Read again, match to the sentences. Яғни біз оқып шыққан мәтінді тағы да оқып, төмендегі сөйлемдерді сәйкестендір деп тұр, иә? Қалай сәйкестендіреміз? Міне, 1-ге C, 2D, 3E, 4B, 5A. Дәл осылай жазып аламыз, және де осылай белгілеп шығамыз енді, иә? Бізде 1-де C болды, 2-де D, және де 3-де E болып тұр, ал 4-де B, және соңғысы 5-ші бізде A болды. Дәл осылай сызып, жазып алсақ болады. Exercise 3, make a town, play the around town game дейді. Мынау секілді қаланың суретін салуларың керек. Енді бұл жерге біз сурет салмаймыз, иә? Дәл осындай суретті салып, сол ойынды енді сыныпта ойнайды екеншіндер. 3-ші тапсырма сондай болып тұр.